Қазақ ән өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Роза Бағлановаға биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай ақ маңдайлымды әулеткен Роза Бағланова атты бейнежазба ұсынамын. Әнші Кеңестік социалистік республика одағының және Қазақстанның халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова 1922 жылы 1 қаңтарда Қызылорда облысы Қазалы ауданында теміржолшылар отбасында дүниеге келген. 1941 жылы Қызылорда педагогикалық институтын бітірген. Оның шығармашылық жолы Ұлы Отан соғысы жылдары басталды. Өнер жолын Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып бастаған. Сол ансамбльмен Екінші дүниежүзілік соғысы жылдары Майдан даласында өнер көрсетіп, жаралыларға жігер беріп, зұлым жауға қарсы аттанатын ерлерге қуат берген. Оның орындауындағы кестелі орамал, Ақ Самара городок әндері ел арасында ерекше танымал болды. 1947-49 жылдары ол Абай атындағы қазақ опера балет театрының әншісі, 1949-60 жылдары қазақ филармониясының солисі болып, Роза Бағланова кейінгі 50 жыл ғұмырын қазақ концерт шығармашылық бірлестігімен байланысын үзбеді. Роза Тәжібайқызы қазақтың ән өнерін дамытуға айрықша ауқымас үлес қосты. Оның репертуарында қазақтың халық әндері, қазіргі композиторлардың шығармалары, әлем халықтарының орыс, өзбек, тәжік, украина, грузин, әзірбайжан, қырғыз, корея, поляк, венгрия, қытай, моңғол, үнді халықтарының әндерін үйлесімді көрініс тапты. Танымал эстрада әншісі Роза Бағланова қазақ өнерін шетелдерге таныстырып, әрі насихаттай отырып, белсенді гастрольдік қызмет жүргізді. Атап айтатын болсақ, Германия, Польша, Шығыс, Пруссия, Австрия және Венгрия, Қытай, Вьетнам және Корея, Ауғанстан, Франция, Румыния, Монголия, Канада қалаларында өнер көрсеткен. Ол Мәскеуде өткен бүкілодақтық эстрада әншілерінің екінші конкурсының дипломаты, Бухарестте өткен жастар мен студенттердің екінші бүкіл дүниежүзілік фестивалінің лауреаты болды. Ол фестивальді халық әндерін орындаған үшін арнайы сыйлық иеленді. Роза Бағланова еліміздің мәдениеті мен өнерін дамытуға қосқан зор үлесі үшін халық қаһарманына атағын ие болды. Ленин еңбек қызыл ту және халықтар достығының ордендерімен марапатталды. Тәуелсіз тарлан сыйлығын иеленді. Әншілік өнермен қатар саяси қоғамдық жұмыстарды ұштастырған Роза Бағланова 1950 жылдары Алматы қалалық кеңестік тұрақты депутаты болған. Роза Тәжібайқызы қалалық кеңестер жұмысының белсене араласып, жұмысшылардың өзекті мәселелерін шешуге көмектескен. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.